шындығында адам қандай түрде болуы керек деген тұжырымның өзі даулы. Бірақ шын мәнінде әйелдерде қандай қасиеттер болуы керек деген сұраққа психолог Михаил Лубковский былай деп жауап береді. Әйел өзін өзі бағалауы және өзін өзі жақсы көруі керек дейді психолог. Мысалы, ол ешқашан өзінің әл-ауқаты үшін жауапкершілікті басқа адамдарға аудармайды. Ол өзіне және күшіне сенеді. Сонымен қатар мұндай әйел қаржылық жағынан ешкімге тәуелді болмайды. Ол өзін өзі қамтамасыз ете алады. Өзін бағалауы жоғары әйелдер проблемаларына басқаларды кінәламайды. Дей тұрғанмен, мұндай қыздар қажет болған жағдайда көмек сұрай алады. Өзіне деген дұрыс көзқарасы бар қыздар басқалардың пікіріне тәуелді емес. Жалпы олар бәрін өз қалауынша істеуге дағдыланған. Қалаған жерінде жұмыс істейді, өз қалауынша киім киеді. Мұндай әйелдер өздерін басқалармен ешқашан салыстырмайды. Өзін салыстыруға болатын жалғыз бір адам ол өзі. Мысалы, өткен аптадағы өзі мен осы аптадағы өзі. Өткен аптада білмеген нәрсесін осы аптада біліп, өзін дамытқан шығар. Сондықтан өзін өзімен үнемі салыстырып отырады. Ал өзіне сенімді қыздар бұны түсінеді және біледі. Сонымен қатар өзіне сенімді қыз тұрмысқа шығуға ұмтылмайды. Ол үшін тұрмысқа шығу ол маңызды емес. Күйеуінің қандай болуы маңызды. Мұндай әйелдер өзіне лайықты адамды күте алады. Немесе өзіне лайықты адамды тапқанша жалғыз бақытты өмір сүре береді. Құрметті тыңдарман, атақты психологтар мен әлемнің ұлы ғаламаларының нақыл сөздері мен мысалдарын жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер.